Не болды? Не болды, Хамрақұл? Күтпедіңіз ғой. Сіз басқа біреуді күттіңіз бе? Қош келдіңіз, Ақбота. Қош көрдік, баршаңызға қайырлы күн, қатысушылар. Қалайсыз? Шүкір, жақсы, өздеріңіз. Қалай жеттіңіз? Бізде бәрі керемет. Шүкір, жақсы. Мына жақта бір екі түрлі реакция болып жатыр қатысушыларда. Көрермендерде де дәл солай деп есептеймін. Ал Ақбота, тағы да қатысушылық. Осы жолы қатысушы болып келдім. Өзгеріс бар ма өткен жолғы сондай бір сәттерге қараған кезде? Әрине өзгеріс бар. Қалай айттым, сол кезде болған нәрсенің бәрі өмірде практика болып келеді. Сол себепті қазір талап та өзгерді, ой да өзгерді. Онда талаптан бастайық. Ақботаның қиялындағы, арманындағы күтетін Ақбозатты ханзадасы қандай? Бірінші талабым ол жасы, яғни 23 жас пен 30 жас аралығында. 23 пен 30, иә. Және де ажырасқан болса да болады, бірақ баласы болмау керек. Баласы болмау керек. Үшінші талабым, яғни жас жігіт емес, желігі басылмаған жігіттер керек емес, ақыл тоқтатқан, арқа сүйетін ер азамат керек. Қорғаным болатындай дейсіз, иә? Және де қалайтан мені асырайтын, мені мәпелеп алақанда ұстайтын, ата-анасын сыйлайтын, анасын сыйлайтын ер азаматтар мені де сыйлайды деп ойлаймын. Бұлай қатып қалған қағида талап жоқ. Түсінікті. Анаңыздың көзқарасы? Анамның көзқарасы тура осылай, өзіңнің адам болса болды. Ал болашақта сіз тұрмыс құрып жатсаңыз, анаңызды өзіңізбен бірге егер мүмкіндік болып жатса, аласыз ба? Мүмкіндік болып жатса, әрине алам, бірақ та енді қандай азамат келетін білмеймін ғой. Үйдің кішкентай мекен, кенжесі мекен. Ондай жағдай болып жатқанда анам айтқан, ешқашан аяғыңа жаңағыдай байлау болмаймын. Өзіңнің адам болса, мен де өзімнің өмірімді сүремін деп айтқан. Түсінікті. Ал, Айза. Жана ханым, айта кетсем бола ма, Айза ренжімесең. Ержігіт маған берді ғой сөзі, алдыңды орап кеттім, ренжімеш. Ужас. Еркекті сыйлайтын жігітсің ғой, жігітсің ғой деп қой. Еркекті сыйлайтын қызсың ғой. Ақбота, қош келдің, қуаныштымыз. Енді жаңа сөзіңді айтып жатсың ғой, жастығы басылмаған жігіттер керек емес, еш жиған жігіттер, ақыл тоқтатқан жігіттер керек деп. Енді осыдан бірнеше жыл бұрын сен қатысушы болып келген кезде, елу кезде үміткер болдың, нақты есімде жоқ, өздеме болған жоқ менде. Қалың мал мәселесі қозғалған кезде 3 миллион деп айтқансың. Өсті ма қалың мал, әлде сол қалыпта ма? Мен өткенде де айттым, қалың малға қатып қалған ештеңе жоқ, және де ол жай бүйтіп әзіл ретінде айтылған нәрсе, оған қарамаймын, және оны мен де шешпеймін ғой. Мен қалың мал бар жаққа барам ба, жоқ жаққа барам ба білмеймін. Айза? Жана ханым, рахмет. Ержігітке айтамын да, кішкене некрасиво, маған сөз бергенде өзің араласып кеткен, это очень некрасиво. Сағынған ғой Ботаны, Ханзадаға жараспайды да, просто ондай қылық. Және де Ақбота, қош келдің. Саған сұрақ, сен арақатынаста, енді мінезің бар қызсың ғой, арақатынаста сен жігіттің үшін кішкене мінезіңді басуға, өзгеруге тырысасың, жалпы қандайсың арақатынаста? Арақатынаста қандаймын? Мен негізі көбісі біле бермейді, арақатынаста мен мүлдем басқа адам сыртқа қарағанда. Нәзікпін. Иә, біледі ғой енді. По-любому қалайтам, мен дегенмен өзің сүйген адамын көргенде өзіңмен өзің басыласың. Диана ханым, Ақбота, қош келдің. Қазір сенің толық жасың нешеде негізі? 20-да. 20-дасың, бірақ талаптарыңда ажырасқан жігіт бола берсе болады деуге не себеп болды? Мүмкін біреумен сөйлестіңіз бе? Жоқ, ешкіммен сөйлескен жоқпын. Ажырасқан жігіт дегенде ортада бала болмаған. Ол ажырасқанда бір жақтан қателік болмайды ғой. Егер менің адам болса, мен оған қарамаймын. Ажырасқан адамдар да бақытты болуға лайық. Диана ханым, Бізде жарнама.